Алхимик. Бірінші бөлім. Бозбаланы Сантьяго деп атайтын. Ол өз ойларын жартылай бұзылған иесі шіркеуге қарай шығарғанда ымырт жабыла бастаған еді. Оның күмбезі отырып құлағалы қашан. Ал бір кезде шіркеу жабдықтары қасиетті болған жерде інжір тұқымдас ағаш шынар қанатын кеңге жайған. Сантьяго осы жерде қонып шығуға бел байлады да, кетеу кеткен есіктен қойларын енгізіп, сыртынан тақтай сынықтармен жапты. Онысы отар шығып кетпесін деген амалы. Бұл аймақта қасқырлар жоқ болатын, бірақ кейде қойлар шашырап кеткенде, адасқан қайсы бір марқаны күні бойы іздеуге тура келетін. Сантьяго еденге күртешесін жайды да, басының астына жақында оқып бітірген кітапты қойды. Ал ұйқыға кетер алдында өзімен бірге қалыңдау кітапты алып жүрген жөн болар еді деп ойлады. Әрі ұзақ оқисың, жастық ретінде пайдалануға да оңтайлы. Ол қараңғылық сейілмеген кезде оянды. Содан ғой, төбенің әр тұстағы тесіктерінен жұлдыздар жымыңдап тұрды. Тағы да ұйықтар ма еді, деп ойлады Сантьяго. Оған тағы да өткен аптада көрген, бірақ көріп аяқтай алмаған түс көрді. Ол орнынан тұрып шараптың бір жұтымын ішті. Таяғын алды да, ұйықтап жатқан қойларды түртпектей бастады. Бірақ олардың көпшілігі Сантьяго көзін ашқан сәтте, тап бір өзімен және 2 жыл бойына жерден жерге отын мен су іздеген қойлар арасында бір құпия байланыс бардаяғы оянған еді. Олардың маған үйренгендіктері соншалық, менің барлық әдеттерімді бойларына сіңіріп алған, деп күбірледі ол. Тіпті менің күнделікті жұмыс тәртібімді де біледі. Осы жағдаят турасында тағы да шамалы ойланған. Ол, бәлкім, мәселе керісінше шығар. Өзім қойлардың тәртібіне ыңғайлануды үйренген болармын деп пайымдады. Бірақ кейбір қойлар Сантьяго солардың аттарын атап, таяқпен нұқығанымен, тұруға асығатын сыңай көрсетпеді. Ол қойлар өздеріне не айтқанын тамаша түсінетіндіктеріне сенімді болатын. Сондықтан кітапшалардың өзіне ұнаған тұстарын кейде дауыстап оқып беретін. Қойшы тіршілігінің қиыншылықтары жайлы, немесе ондағы қуанышты сәттердің шамалы екендігі туралы баян ететін. Әйтпесе өзі болып қайтқан қалалар мен ауылдық жерлерден естіген жаңалықтармен бөлісетін. Айтқандайын, бозбала кейінгі кезде тек қана өзі 4 күннен кейін бармақшы қалада тұратын бойжеткен саудагердің қызы жайлы ғана айтып келеді. Ол оны бір-ақ рет өткен жылы көрген еді. Сантьягоның жолдастарының бірі осы дүкенді көрсетіп, ол соған қойларын айдап әкелді. Дүкен иесі мауыты мен жүн маталарды саудалайды екен. Сондықтан болар, қойлардың өзінің көз алдында қырқылуына талап қоятын көрінеді. Жүн сатайын деп едім, дегенде ол дүкеншіге. Сауда жасайтын жерге біраз халық жиналып қалған екен. Қожайын қойшыға түске дейін тоса тұр деген уәж айтты. Сантьяго келісті де тротуарға отырып арқасындағы қапшығынан кітапшасын алды. Кенет жанынан: малшылардың оқи білетіндігін білмеуші едім, деген әйел даусы естілді. Басын көтерген ол бейнесіне қарағанда нағыз Андалузия тумасы дерлік қызды көрді. Шаштары ұзын, әрі қара да майда. Ал жанарлары кезінде Испанияны тізе бүктірген маврлердікінен еш аумайды. Малшыларға оқымаса да болады. Қойлар кез келген кітаптан артық үйретеді, деп жауап қайтарғанды оған Сантьяго. Ақыры сөзден сөз туындап олар 2 сағатты тұтастай әңгімемен өткізді. Қыз ләпкешінің баласы екенін, тіршілігі өте іш пыстыратынын, және өтіп жатқан күндердің бір-бірінен судың қос тамшысындай аумайтындығын айтты. Ал Сантьяго Андалузия далалары жайлы, өз жол үстерінен өткен үлкен қалалар турасында естігендерінен сыр шертті. Ол сұхбаттасушысына өте разы болды. Бұл сайып келгенде қойларымен әңгімелесуден бөлек қой. Сен оқуды қайдан үйрендің? Деп сұрады қыз. Елдің бәрі оқыған мектептен үйрендім, деді бозбала. Көзің ашық екен, ендеше неге қой бағып жүрсің? Сантьяго жауап орнына өзге жайттардың басын шалды. Қыз бәрібір оны түсінбейді деген сенімде болды.
Ол қызға өзінің сапарлары, жүрген тұрғаны жайлы кеңінен толғады. Ал қыздың мавритандық көздері таң қалғандықтан біресе бадырайып, біресе сығыраюмен болды. Уақыт байқаусыз жылжып өтіп жатты. Сондықтан Сантьяго осынау күннің ешқашан аяқталмауын, ал саудагерді сатып алушылар қоршап, қойларды қырқуды кемінде 3 күн тосуларын тіледі. Ол бұрын мұндай ахуалды ешқашан бастан өткермеген еді. Енді оның осында бір жола қалғысы келді. Осынау қолаң шашты қызбен өткізетін күндер бір-біріне соншалықты ұқсас болмас еді. Бірақ осы мезетте дүкеннен қыздың әкесі шықты да, қырқуға деп 4 қойды бөліп алды. Сонан соң тиісті төлемін төледі де, енді келесі жылы кел деді. Міне, сол белгіленген уақытқа небәрі 4-ақ күн қалған еді. Бозбала алдағы кездесуге қуанып тұрса да, бір жағынан егер қыз оны ұмытып қалса, қалай болмақ деген ойда дегбірін кетіріп бітті. Олардың қалашықтарын басып, өз отарларын айдап өтетін қойшылар жетіп артылатын шығар. Жарайды, сол аяқ болсын, деді ол өз қойларына. Не қыла қояр дейсің, өзге қалалардан да қыздар табылар. Бірақ ол ой түкпірінде бұл жағдаяттың қатты мазалайтынын білетін еді. Малшыларда да, теңізшілерде де, жер-жерді аралап жүретін саудакештерде, қашанда әлемді кеңінен шарлауға деген қуанышты құрбандыққа шалуға мүмкін болатын жалғыз ғана аңсаған қаласы болады. Таң атты. Сантьяго отарын күн көтерілген жаққа айдады. Қойларға жақсы ғой, деп ойлады ол. Ештеңе шешудің қажеті жоқ. Бәлкім олар сондықтан маған үйірсектенетін шығар. Оларға жалпы ештеңенің қажеті жоқ. Тек жайлар жайылым, ішетін су болса жарап жатыр. Ол әзірге Андалузиядағы ең жақсы жайылымдарды білетіндіктен, қойлар да оның ең жақын достары болып қала бермек. Күндер бір-бірінен айырғысыз болсын, күн таңның атуы мен батуына дейін тым ұзаққа созылсын. Қысқа ғұмырларында бірде-бір кітап оқымасын мейлі. Қалалар мен ауылдық жерлердегі адамдар бір-бірлеріне жаңалықтар айтатын тілді түсінбесе де, олар су мен шөп жеткілікті болғанда бақытқа кенелмек. Олар осы үшін адамдарға өз жүнін, өз қоғамын және уақыт аралатып өз еттерін де жомарттықпен беріп жатады. Мен бүгін тағы аңға айналып кетіп, оларды бірінен соң бірін отай бастасам, қойлар не болғанын, мен отардың басым бөлігін қырып салғаннан кейін ғана ұғынар еді, деп ойлады Сантьяго. Қойлар өздерінің түйсікті сезімдерінен гөрі маған көбірек сенім білдіреді. Өйтетіндері оларды тек қана мен қорек табатын жерлерге апаратындығымнан туындайды. Ол бүгін басына қилы ойлардың ұмтылыс жасағанына өзі де таңғалды. Бұл бәлкім өзі қонып шыққан қасиетті шіркеуде өсіп тұрған інжірден, қарғыстың бой көрсеткенінен шығар. Әуелі ол бұрын көрген түсін қайта көрді. Ал енді міне, сенімді жолсеріктеріне ашу-ыза көтерілді. Ол кешкі дәмнен қалған шарапты ұрттады да, күртешесін тығызырақ қымтанды. Ал енді небәрі бірер сағаттан соң күн шырқауы биігіне барғанда, алапат ыстықтың көтерілетіндігі сондай, тіпті қойларды тақыршық арқылы айдауға мүмкіндік болмай қалатынын біледі. Бұл кезде барша Испания ұйықтап жатады. Аптаптың беті тек кешқұрым ғана қайтады. Ал оған дейін күні бойы иығыңдағы ауыр күртешені сүйретіп жүруге тура келеді. Бірақ ештеңе істей алмайсың. Таң алдында билік құратын, суықтан құтқаратын тек осы күртеше ғана. Негізі ауа райының күтпеген сыйлықтарына әзір болған абзал, деп ойлады Сантьяго, күртешенің осынша ауыр да жылы екендігіне ризашылық сезіммен. Жалпы оның өз пешенесіне жазылған міндеті барлығы сияқты, Сантьягоның да өз тапсырмасы бар. Оның өмірінің өз пешенесіне жазылған міндеті саяхат шегу. Сөйтіп, Андалузия қыраттары мен жазықтарында 2 жыл бойына сапарда жүргенде, оның барлық қалалары мен ауылдарында болды. Сантьяго бұл жолы мауту кездемешінің қызына қарапайым қойшының қалай сауатты болғанын түсіндіруге оқталып еді. Ал мәселе былай болатын. Ол 16-ға толмай тұрғанға дейін семинарияда дәріс алғанды. Оның ата-анасы ауылдық отбасылардың мақтанышы, дін қызметшісі болуын армандап еді.
Олар да қой тәрізді қорек табу жолында ауыр еңбектенуден өткен болатын. Семинарияда Сантьяго латын, испан және дін хадистері туралы ілімді оқыды. Балалық шағынан бастап әлемді тануға деген ұмтылысы, оның Құдайды тану мен пенделердің күнәларын егжей-тегжейлі зерттеуге деген ынтасын жеңіп кеткен еді. Сонымен, бірде ол ата-анасына барып қайтқанында, бар батылдығын жинап, өзінің дін қызметшісі болуды қаламайтындығын жайып салған. Ол саяхаттауды қалайтынын айтқан. «Ұлым менің», деді әкесі оның мұнысына. «Біздің ауылда кім болмады дейсің? Мұнда әлемнің бар қиырларынан әлдебір жаңа үрдіс іздеген адамдар келеді. Бірақ бұрын қандай болса, сол қалпында қалған күйі қайда кетіп жатады. Олар тауға шығып, ондағы қорғанды көреді. Сөйтіп, өткеннің бүгінгіден артық екенін ұғады. Олардың ақшыл шашы немесе қара қоңыр терісі болуы ықтимал, бірақ біздің ауылдастардан еш өзгешелігі жоқ. Бірақ мен ол өлкелерде қандай қорғандар барын, адамдардың түпкі тегі қайдан екенін білмеймін ғой», деп қарсы уәж айтты Сантьяго. «Олар біздің жер мен біздің әйелдерді көргенде, ол адамдар осында бір жолы қалғылар келетіндіктерін айтады», деп жалғастырды әкесі. «Ал мен де өзге жерлерді көріп, өзге әйелдерге қарағым келеді. Өйткені келімсектер бізде ешқашан қалмайды ғой. Саяхаттау үшін көп ақша керек. Ал біздің ағайындар арасында бір орында отырмайтындар тек қана малшылар». «Несі бар? Онда бақташы боламын», деді Сантьяго. Әкесі ештеңе деп жауап қайырған жоқ, ал ертесіне таңертең 3 алтын ақша салған әмиян табыс етті. «Бірде егіс даласынан тауып алған едім. Аспаннан түскен сый деп есептегейсің. Өзіңе бір отар қой сатып ал. Біздің қорған ең басты қорған, ал біздің әйелдерден артық сұлулар еш жерде жоқ екендігіне көз жеткізгеніңше әлемді шарлауға аттана бер». Ол баласына бата бергенде, ұлы оның көздерінен жасы мосқал тартқанына қарамастан, саяхат шеккісі келіп тұрғанын байқап қалды. Тек бастағы баспана мен алдындағы дәм-тұзына мойынсұнғандығы жібермейді ғой. Көкжиектегі аспан қоңыр қызыл бояуға малына бастағаннан кейін күн де шықты. Әкесінің айтқанын зердесіне түсірген Сантьяго кенет көңілденіп кетті. Ол бұған дейін талай қорғандарды көрді және толып жатқан сұлуларға көз суарды. Бірақ солардың бірде-бірі өзі 2 күннен кейін жүздескелі отырған қызбен үзеңгі қағыстыра алмайды. Оның бір отар қойы, күртешесі, өзгесіне қашанда айырбастап алуға болатын кітабы бар. Ал ең бастысы, оның асқақ арманы орындалуда. Ол саяхат шегуде. Оған Андалузияның жазықтар мен даулары зерігу сезімін туындатса, қойларды сатып, теңізші болып жалданып кетуге де болады. Ал егер айдындарда жүзуде жалықтырса, өзге шаһарларды, өзге жерлерді, өзге әйелдерді білетін болады. Сондай-ақ бақытты болудың басқа да жолдарын түйсінеді. «Семинарияда маған жасағанды табудың сәті қалай түскенін білмеймін», деп ойлады Сантьяго, көтеріліп келе жатқан күнге көз салып. Ол өзінің саяхаттау кездерінде әрдайым бұрын ешкім жүрмеген жолдармен жүруді оңтайлы көретін. Осынау аймақтарда қаншалықты болса дағы, мына шіркеуге қонудың орайы келмей қойғанды. Әлем дегеніңіз түпсіз де таусылмайтын дүние ғой. Сондықтан Сантьяго баз-базда қойларға өздері жөн тапсын деп еркіне сәл жіберсе де, алдынан қайткен күнде қызықты жағдаят кездесетін. Тек қойлар ғана өздері әр күнгі жолдарды, өзгеретін жайылымдар мен жыл мезгілдерін түсінбейді. Олардың уайымы тек қана қоректену. «Мүмкін біздер де сондай шығармыз», деп ойлады қойшы. «Мысалы, менің өзімде өзге әйелдер турасында Маутшының қызымен танысқаннан бері бір ретте ойланған емеспін». Ол аспанға қарады. Жобалауынша түскі тамаққа дейін Тарифаға баратын сыңайлы. Онда кітапты өзге қалыңдау басылымға айырбастап, дүңгіршегін шарапқа толтырып, қырынып, шашын алдырып, Маутшының қызымен кездесуге кәдімгідей әзірленгені абзал. Өзін өзге малшы орап өтіп, алға шығып кетеді-ау деген ойды ойламауға тырысты. Тіршіліктің қызық жері, онда көрген түстер, өңінде көргендеріңмен жалғасуы ғажап емес, деп ойлады Сантьяго. Аспанға қарап қойып, адымын ширата түсті. Ол Тарифада түстерді жори білетін кемпір барын есіне түсірді.
енді өзіне 2 рет көрінген түстің мағынасын сол айтсын. Кемпір мейманын асханадан әр түсті пластмасса моншақтардан жасалған шымылдықпен бөлінген түпкі жақтағы бөлмеге өткізді. Онда үстел мен 2 орындық бар екен, ал қабырғада Христ жүрегінің бейнесі ілулі тұрды. Кемпір Сантьягоны жайғастырды. Өзі қарсы алдында отырды да, оның 2 қолынан бірдей ұстап, бастама үшін күбірлеп дұғасын оқыды. Дұға сығандардікіне ұқсас көрінді. Малшыға сығандар жиі кездесетін. Олар қой бақпаса да әлемді шарлап көп жүретін. Ал адамдар, олар алдаумен ғұмыр сүреді. Жандарын шайтанға сатқан, балаларды ұрлайды. Олар болса, кейін табордағы құлдарға айналады деп есептейді. Сантьяго бала шағында өзін сығандар ұрлап кете ме деп өлгенше қорқатын. Енді міне, кемпір оның қолдарын ұстағанда, сол қорқыныш тағы да оянды. Бірақ бұл жерде қасиетті Исаның жүрегі бар ғой, деп ойлады ол, көңілін жайландырып, және еріктен тыс дірілді басуға тырмысып. Бұл кемпірдің әлденен байқап қалғанын қош көрмеді. Сенімділік үшін ішінен біздің Тәңір бабамызды оқып шықты. Өте қызық екен, деп күбірледі кемпір оның қолдарындағы сызықтардан көз алмастан. Сөйтті де тағы да үнсіздікке берілді. Бозбала бұрынғыдан әрмен мазасызданды. Діріл оның қолдарына қарай өтіп, оларды асығыс тартып алды. Мен мұнда, сен менің қолымнан бал ашып берсін деп келгенім жоқ, деді ол. Бір жағы осынау үйдің табалдырығын аттағанына өкіне бастап. Не сұраса, сонысын төлеп осы жерден тезірек кеткені дұрыс еді. Бар болған 2 рет көрген түсі жайында ғана емес пе? Білемін, сен маған көрген түсіңді жорытуға келдің, деп жауап қайтарды сыған кемпір. Түстер Тәңіріңнің бізбен сұхбаттасатын тілі. Бұл әлемдегі тілдердің бірі болып тұрғанда, мен әлі де болса ол тілден аудара аламын. Бірақ, егер Тәңірі саған өз жаныңның тілімен үндессе, оның айтқаны тек қана сенің өзіңе түсінікті болады. Дегенмен, сен менен ақыл сұрауға келгендіктен, сенен бәрібір ақша аламын. Тәрізі уысына түсіп қалған сияқтымын, деп ойлады Сантьяго. Бірақ енді шегінетін жер жоқ еді. Тәуекел дегеніңіз малшы үшін үйреншікті шаруа. Біресе отарға қасқырлар шабады, немесе қуаңшылық алдан шығады. Тәуекел оның тіршілігінің тұздығын келтіреді. Маған бір түс 2 рет айнымай кірді, деді ол. Мен қойларымды шабындықта бағып жүр екенмін деймін. Тап осы тұста бөбек пайда болып, ол менімен ойнағысы келеді. Мен өзімнің қойларыма әлдекімнің жақындап келгенін жақтырмайтынмын. Олар бөгделерден қорқады. Тек неге екенін білмеймін. Балаларды ғана үрікпей өздеріне жақындатады. Қойлардың адам жасын қалай анықтайтынын мен түсінбеймін. Түсіңді айта бер, деп киіп кетті кемпір. Әне, менің бақырашым отта тұр. Сенің ақшаң шамалы, ал менің уақытым қымбат тұрады. Бөбек қойлармен ойнай берді, деп жалғастырды, сәл қысылған сыңайда Сантьяго. Сонан соң кенет менің қолымнан ұстап алды да Мысыр пирамидаларына апарды. Ол бұлардың не екенін сыған кемпір біле ме екен? Деген күдікпен кідірді, бірақ анау үндеген жоқ. Мысыр пирамидаларына, деп баппен қайталады ол. Сонан соң маған. Егер мұнда тағы келсең, онда жасырылған қазынаны тауып аласың, деді. Тек ол қазынаның қайда жатқанын көрсетуге оқтала бергенде, мен оянып кеттім. 2 рет көрген түсімде тап сондай. Кемпір көпке дейін үндемей отырды. Сонан соң тағы да Сантьягоның 2 қолын алып, алақандарына ыждахатпен қарады. Мен сенен қазір ештеңе де алмаймын, деді ол ақырында. Бірақ қазынаны тауып алсаң, онда оның 1/10 бөлігі менікі. Бозбала қуанғаннан күліп жіберді. Түсіне кірген қазына оның бақыр тиындарын сақтайтын болды. Кемпір шынында сыған болып шықты. Ал сығандардың ақыл есі түгел емес деп жатады ғой. Сонымен, менің түсімді жорысаңшы енді, деп өтінді ол. Алдымен ант бер. Қазынаның 1/10 бөлігін маған бересің. Солай деп ант су іш. Сонда ғана жоримын. Бірақ кемпір, ол антын Исаның қасиетті жүрегінің бейнесі алдында қайталауын талап етті. Бұл түс жалпы тілде көрінген, деді ол.
Бірақ қаншалықты қиын болса да, оны жоруға талаптанып көрейін. Мен осы еңбегім үшін сенен қазынаның оннан бір бөлігін сұрап отырмын. Ендеше тыңда. Сен Мысырға барып, және өз пирамидаларыңды табуға тиіссің. Мен өзім бұл турасында естіген емеспін. Бірақ, оны саған бөбек көрсетсе, ол шынында да бар деген сөз. Міне, солай қарай сапар шек. Сен онда өз қазынаңды табасың. Табасың да байисың. Сантьяго әуелі таңғалып еді, ал кейін өкінішті сезінді. Осындай түкке тұрғысыз нәрсе үшін кемпірді іздеп несі бар? Қайта өзінен ақша алмағанына тәубе. Саған уақытымды босқа жіберген екенмін, деді ол. Мен алдын ала ескерттім. Сенің түсіңді жору қиын. Бір нәрсе қаншалықты әдеттен тыс ғажап боп көрінсе, соншалықты қарапайым. Ал оның мағынасын түсінуге тек данагөйдің ғана күші жетеді. Ал мен данагөйлікпен ерекшеленбегендіктен өнердің басқа түрлерін үйренуге, мәселен, қолға қарап жоруды игеруге тура келді. Мен сонда Мысырға қалай жетпекпін? Ол енді менің уайымым емес. Мен тек түстерді жоруды ғана білемін. Ал оларды тіршілікте жүзеге асыра алмаймын. Әйтпесе өз қыздарының садақаларын талғажау көріп, қайыршы тәрізді тіршілік кешірмедім. Ал мен Мысырға жете алмасам ше? Жете алмасаң, менің жорығаным үшін беретін төлеміңсіз қаламын. Ондайдың талайын көргенмін. Ал енді жөнел. Бізге тілге тиек етер ештеңе де қалған жоқ. Сантьяго сыған кемпірден қатты түңіліп шықты да, енді ілгеріде көрген түстерге ешқашан сенбейтін болып шешті. Осы жерде ол небір шаруамен айналысатын кез келгенін есіне түсірді. Дүңгіршекке барып, шамалы тағам алды. Өзінікін қалыңдау, өзге кітапқа айырбастады. Сөйтті де, алаңқайдағы орындыққа жайғасып, жаңа шараптың дәмін татты. Күн ыстық болатын. Содан болар, шарап бозбаланы сыйқырлы түрде салқындатты. Ол өз қойларын қалашықтың шет жағындағы жаңа досының қотанында қалдырған еді. Негізі, Сантьягоның бүкіл аймақта жора жолдастары көп болатын. Ол сондықтан да саяхаттауға құмартын. Жаңа дос тапсаң, онымен күнде кездесіп жату міндет емес. Ал айналаңда үйреншікті адамдар болғанда, айталық семинариядағыдай, олар сенің болмысыңа қалай болғанды да ене бастайды. Ал өміріңе кіріп алған соң, олар біраздан кейін оны өзгертуге талап жасайды. Егер олар сені қай бейнеде көргісі келгеніне сай келмесең, өкпелейді. Әркім мына жалғанда қалай ғұмыр кешу керек екендігін шүбәсіз айқын біледі ғой. Тек ешкімде не екені белгісіз өз өмірін баптай алмайды. Бұл жағдаят сыған кемпірдің түстерді жорып, бірақ қалай жүзеге асыруды білмейтініне ұқсайды. Сантьяго күн батқанға дейін тоса тұруға шешім жасады. Әрі сонда қойларды жайылымға айдауға болар еді. Маучының қызымен кездесуге дейін әлі 3 күн бар. Ал әзірше жергілікті дін қызметшісінен айырбастап алған жаңа кітабына кірісті. Кітап қалың екен, әрі алғашқы бетінен бастап ақ әлдекімді жерлеу рәсімі баяндалыпты. Оның үстіне кітап қаһармандарының аты жөндеріне тіл оңайшылықпен бұрала қоймайтын қиын болды. Егер мен бір кезде кітап жазсам, деп ойлады бозбала, оқырмандар кімді қалай атайтынын ойға түсірмес үшін, оның әр парағында жаңа қаһарман бой көрсететін болады. Оның өлікті қарға қалай көмілгендіктері жайлы оқығанда, осы тұста күн қайнап тұрса да, Сантьягоның денесі қалтырап кетті. Баяндауға елігіп, оқуға үңілгені сол ғана еді, орындыққа бір шал келіп отырды да, онымен әңгіме бастады. Мыналардың бәрі не істеп жатыр? Деп сұрады ол алаңдағы адамдарды нұсқап. Жұмыс істеп жатыр, деп бозбала оқудан бас ала алмай жатқандай сыңай білдіріп, келте қайырды. Ал шындығында ол маутшы қызының көз алдында 4 қойды қырқатыны, және қыздың мұның неге ыңғайы барын көретіндігі жайлы ойлап отыр еді. Сантьяго осынау көріністі өзіне жиі суреттейтін, әрдайым таңғалған қызға қойды құйрығынан басына қарай қырқу керек екендігін ойша түсіндіретін. Ол, оның үстіне қой қырқу кезінде, қыздың көңілін көтеру үшін әрқилы қызықты оқиғаларды зердесінен сұрыптауға кірісті. Бұл оқиғаларды ол қилы кітаптардан оқыған болатын, бірақ олардың бәрін тап өзімен болғандай етіп баяндауды ойластырды. Қыз бір кезде болжай қояды деймісің, өйткені ол оқу білмейді ғой.
Бірақ шал алған бетінен қайтпайтын болып шықты. Шаршадым, әрі шөлдедім деп бір жұтым шарап сұрады. Сантьяго осымен құтылсам жарады дегендей құтысын ұсынды. Ол ма? Шал енді әңгіме бастағысы келді. Шал құтысын қайтарып, ол бозбаланың қандай кітап оқып жатқаны жайлы сауал қойды. Сантьяго тіпті өзге орындыққа ауысып отыруға қозғалмақшы болды. Бірақ әкесі оны үлкендерді қашанда инабатпен сыйлауға тәрбиелегенді. Сондықтан ол үн қатпастан кітапты керісінше ұсынды. Бәлкім ол кітаптың дұрыс қалай аталатынын білетін шығар. Ал егер шал сауатсыз болса, ыңғайсыздықтан құтылу үшін табанын жалтыратар. Деді шал тап бір мұндай ғажайып затты алғаш көріп отырғандай, кітапты жан-жағына айналдыра қарап. Жақсы кітап, маңызды жайттар жайлы баяндайды. Тек тым іш пыстырады демесең. Сантьяго аптырап қалды. Шалыңыз сауатты ғана емес, оның үстіне осы кітапты оқыпты ғой. Несі бар? Ол шынында зеріктірер болса, оны өзге кітапқа айырбастап алуға уақыт бар. Бұл да өзге кітаптардың барлығы дерлік не айтса, соны жазады, деп жалғастырды шал. Адамның өз тағдырын өзі таңдап ала алмайтындығы турасында. Бұл кітап бастан аяқ барша жұрт әлемдегі ең ғаламат өтірікке сену үшін жазылған. Әлемдегі ең ғаламат өтірік не сонда? Деп қайран қалды Сантьяго. Оның астары мынада. Кей сәтте біздің өміріміз өзімізге бағынбай кетеді. Сөйтеді де, оны тағдыр билей бастайтын көрінеді. Барып тұрған өтірік. Маған мұны түсіну қиын тәрізді, деді Сантьяго. Мәселен, мені поп жасағылары келіп еді, ал мен болсам малшылыққа кеттім. Міне тамаша, деп басын изеді шал. Өйткені сен саяхаттағанды ұнатасың ғой. Тап бір менің ойларымды оқып отырған сияқты, деген тұжырым жасады бозбала. Шал бұл екі арада кітапты тап бір қайтарғысы келмеген сыңайда оны парақтап отырып алды. Сантьяго енді байқады. Шал Араби бурнус, күләпарасы бар плащ киіп алыпты. Бірақ мұнда пәлендей ерекшелік жоқ еді. Тарифаға африкалық жағалаудан бірнеше сағатта жетуге болатын бұғаз ғана бөліп жататын. Арабтар қалашықта жиі бой көрсететін. Олар оны мұны сатып алып, өздерінің таңғаларлық дұғаларын әлденеше қайталайтын. Сіз қай жақтан боласыз? Деп сұрады шалдан. Қайдан десең соданмын. Олай болмайды, деп қарсылық білдірді бозбала. Ешкім қайдан болса содан болмайды. Мәселен, мен малшымын, жер-көкті кезіп жүремін, бірақ бір жерден шыққанмын. Тауында ескі қорғаны бар қалашықта туғанмын. Жарайды, олай болса мен Сәлемде туғанмын. Сантьяго бұл сәлемі бар болғырдың қайда екенін білмейтін. Бірақ ұятқа қалмас үшін үндетіп сұрамады. Ол қам жеген кейіптегі әрі бері өтіп жатқан жүргіншілер кернеген алаңға көз тікті. Ал Сәлемдегі хал ахуал қалай? Бәз баяғыдай. Ілік табарлық ештеңе болмады. Бір анығы, бұл қала Андалузияда емес, әйтпесе ол білер еді ғой. Ал сіздің ондағы кәсібіңіз не? Кәсібім не дейсің бе? Шал шегі қатқанша қарқылдай күлді. Мен оған билік жүргіземін. Мен Сәлемнің патшасымын. Кейде пенделеріңіз жоқтан өзгені айтады осы, деп ойлады бозбала. Қызығы су ішіп, қарын толтыратын қойлармен сұхбаттасқан жақсы ғой, немесе кітаптар оқыған жөн. Олар ғаламат оқиғаларды естігің келген кезде баяндап береді. Ал адамдармен қиюласу қиын, әдетте әлденені әңгірлеп айтып қалады. Сен болсаң не деп жауап қайырарыңды білмей, сілейіп отырасың. Мені Мелхиседек деп атайды, деді шал баяу ғана. Сенің қанша ойың бар? Жетіп жатыр, деп Сантьяго жылжытпа жауап қайырды. Шынында солай ма? Егер сен қойларың жеткілікті деп есептесең, менің саған көмегім қажет болмағаны ғой. Бозбала кәдімгідей ашуланды. Ол ешқандай қолғабыс сұраған жоқ. Есесіне шал әуелі шарап сұрады, одан кітабына үңілді. Енді ол аздай онымен әңгіме дүкен құруы қажет. Кітапты қайтарыңыз, деді ол. Менің жолға шығар уақытым болды.
Бозбала кенет бәрін түсіне қойды. Сыған кемпір одан ештеңе алған жоқ. Ал мына шал, бұл да сыған. Оның күйеуі болу керек. Тек өтірікті соғып, одан барынша көп ақша алуға арнайы жіберілген екен. Бірақ Сантьяго аузын ашып, ә дегенше шал шыбық таңдап алды да құмға әр нәрселерді сызғыштай бастады. Ол еңкейген кезде оның кеудесінде әлдененің ғаламат жарқ еткендігі сонша. Бозбала тіпті бір сәтке көз көрмей қалғандай болды. Бірақ шал жасына қарамастан ширақ қимылмен киімін қауыстырынып алды. Ал Сантьягоға жанары қайта оралғанда, ол шалдың оның аяғының астына салғандарын көрді. Кішкентай қалашықтың бас алаңын алып жатқан құмдықтан ол өз ата-анасының аты жөнін және өз өмірінің тарихын мына соңғы сәтіне дейін өзінің балалық ойындары мен семинариялық суық түндер жайлы оқыды. Ол алғаш рет танысқан маутышы қызының есімін де оқыды. Ол ешқашан ешкімге айтпай жүрген жайт жайында да оқыды. Бірге бұғы аулау үшін әкесіне айтпай мылтығын алғаны және ғұмырында әйелмен алғаш әрі бір-ақ рет ұйықтап тұрғаны турасында да жазылыпты. Мен Сәлимнің патшасымын деген сөз ойына қайта оралды. Патша неге малшымен сөйлеседі? Оған бірнеше себеп бар. Бірақ ең бастысы сенің өз тағдырыңның соңынан жүре алатындығың. Ол не қылған тағдыр? Деп сұрады бозбала. Адамдардың барлығы жас шағында өз тағдырын біледі. Әрі өмірдің осынау кезеңінде бәрі түсінікті де, әрі бәріне әлі келеді. Олар армандау және жүзеге асырғылары келетіннің баршасына ұмтылудан тайсалмайды. Бірақ уақыт жылжыған сайын қайдағы бір құпия күш оларды өз тағдырын жүзеге асыру мүмкін емес деген сенімге жетелей бастайды. Сантьягоны шалдың айтқандары пәлендей толғандыра қойған жоқ. Бірақ құпия күшке ол назар аударды. Ондайды алғаш естіген маутшының қызы аң-таң болуы ғажап емес. Бұл күш бір көрмекке мейірімсіздеу болып көрінеді, бірақ шындығында ол адамға өз тағдырын қалай жүзеге асырудың жолын нұсқайды. Ол осынау үрдіске адамның рухы мен жігерін дайындайды. Осы жерде бір ғана ұлы ақиқат бар. Мейлі, сенің кім болып, не істегеніңе қарамастан. Егер бір нәрсені шынымен мақсат етсең, сен оған қол жеткізесің. Өйткені ондай тілек, ықылас ғаламның жан дүниесінде туындайды ғой. Сенің жердегі міндетің де осы болып табылады. Тіпті мен бар болған жер-көкті аралап, немесе ләпкешінің қызына үйленгім келсе де ме? Немесе қазынаны тауып алу. Әлемнің жаны адам бақытынан қорек алады. Бұл қатарда бақытпен бірге қайғы да, қызғаныш та, күндеушілік те бар. Адамның бірден бір міндеті өз тағдырының аяғына дейін табан аудармай бару. Онда бәрі де бар. Және қаперіңде болсын, сен әлденені жүзеге асырғың келсе, бүкіл ғалам сенің арманыңның орындалуына қолғабыс жасайды. Олар шамалы уақыт алаң мен өткіншілерге үнсіз қарап жая отырды. Бұл тыныштықты алғаш болып ақсақал бұзды. Я, сонымен, сен неге қой бағуға бел будың? Өйткені жер-көкті аралап жүргенді ұнатамын. Шал желбегей жүгері сататын саудагерді нұсқады. Ол алаңның бұрышына қызыл арбашасымен жайғасыпты. Балалық шағында ол да саяхаттауды армандаған, бірақ кейін жүгері сатып ақша жинақтауды артық көрген. Сонан соң қартайған кезінде Африкада бір ай болады. Оған адамның аңсағанын жүзеге асырардың барлығы бар екенін түсіну маңдайына жазбаған. Өйткенше мал бағып кеткен жақсы еді, деді Сантьяго. Ол бұл турасында да ойланған, бірақ кейін саудамен айналысқаным жөн болар деп шешкен. Саудагердің басында баспана бар, ал малшылар таза алаңқайда ұйықтайды, және қалыңдықтардың ата-аналары да күйеу баласының малшы емес, саудагер болғанын қалайды. Сантьягоның есіне маутышының қызы түсті де, жүрегі солқ ете қалғанын сезді. Бәлкім ол тұратын қалашықта да қызыл арбашықта әлдекім қыдырып жүрген шығар. Міне осыдан адамдардың малшылар мен саудакештер жайлы пікірі өз жолынан маңыздылау болып көрінеді. Шал кітапты тағы да парақтады, шамасы оқып отырса керек. Сантьяго ұзақ тосты, сонан соң шалды енді өз алаңдатуға бел буды. Алдында ол да кітаптан мұның назарын аударды емес пе?
Ал бұл жайында сіз маған неге айтып отырсыз? Өйткені сен тағдырыңның соңынан жүруге тырыстың. Бірақ қазір ол жолдан шегінуге дайынсың. Сонда сіз әрдайым осындай сәтте пайда боласыз ба? Әрдайым. Әрі өзге бейнеде де көріне аламын. Бірде дұрыс шешім, бірде сәтті ой санатында, кейде қиын сәтте. Мен бөгетті жағдайдан шығудың жолында көрсетемін. Бәрін зердеңде сақтай бермейсің, бірақ әдетте адамдар менің пайда болғанымды байқамайды. Сөйтіп шал өткен аптада бір кен іздеушінің алдында тас бейнесінде пайда болуға тура келгендігі жайлы айтты. Ертеректе бұл адам бәрін тастап, зүбәржат іздеуге кіріскен екен. Ол өзеннің жағасында талмай еңбек етіп, 5 жылдың ішінде бір ғана асыл тас табу үшін 999.999 тасты жарыпты. Бірақ еш нәтиже болмаған. Әбден қажыған ол өз арманынан бас тартуға бел буады. Ал сонда қалғаны бір ғана тас қой. Соны жарса, зүбәржат жарқ ете қалайын деп тұр. Сонда шал осыған дейін өз жолымен талмай келе жатқан кен іздеушіге көмектескісі келіп, оқиғаға араласады. Ол тасқа айналып, әлгінің аяқ жағына қарай домалап барады. Бірақ 5 жылғы еңбегінің еш кеткеніне әбден ыза болып, әрі толайым күдер үзген кен іздеуші бұл тасты аяғымен бір теуіп жібереді. Бірақ тепкеннің қаттылығы соншалық, ол тас ұшып кеткенде екіншісіне соғылып, жарылады да күн көзінде әлемдегі ең әсем зүбәржат жарқ-жұрқ ете қалады. Адамдар тіршіліктің мәні неде екендігін тым ерте білетін сияқты болып көрінеді өздеріне, деді шал. Ал Сантьяго оның жанарына ұялаған мұңды байқап қалды. Армандарынан да ерте бас тартқандықтары содан шығар. Әлем солай құрылған, не шара. Бозбала осы кезде олардың әңгімесінің қазынадан басталғанын есіне түсірді. Қазыналарды жердің бетіне бұлақтар мен өзендер алып шығады. Сондай-ақ оларды жер қойнауына көметіндер де солар, деді шал. Ал егер сен өз қазынаң жайлы егжей-тегжейлі білгің келсе, өз отарыңдағы әр 10-шы қойды маған бер. Бәлкім тапқанымның 10-шы бөлігін бергенім жөн шығар. Қолыңда жоқтан уағда ету, табамын-ау деген құқықтың өзін тәуекелдеген болып табылады, деді шал кінәлай сөйлеп. Осы кезде Сантьяго қазынаның 10-нан 1 бөлігін сығана елге беретін болып уәде бергенін айтты. Сығандар өз дегендеріне қалай қол жеткізуді жақсы біледі, деп күрсінді шал. Қалай болғанда да саған әлемдегі күллі нәрсенің өзіндік бағасы бар екендігін білген пайдалы. Жарықтың жауынгерлері тап осыған үйретуге тырысады. Ол Сантьягоға кітап ұсынды. Ертең осы уақытта маған өз отарыңның 10-шы бөлігін айдап әкелесің. Мен сонда қазынаны қалай табу керек екендігін айтамын. Сөйтті де ол бұрышта айналып жоқ болды. Сантьяго тағы да кітапқа үңілмек болып еді, бірақ оқуға ден қоя алмай қойды. Ол ойын бір жерге тоғыстыра алмады. Ол шалмен әңгімелескеннен әңкі-тәңкісі шықты, өйткені оның шындықты айтқанын сезіп тұрды. Бозбала ләпкеге келіп, бір қорап жүгері сатып алды. Әрі сатушыға ол туралы шалдың не дегенін айтсам ба екен, деп тұрды да, өйтпей-ақ қояйын деп шешті. Кейде бәрін орын-орнында қалдырғанда абзал ғой, деп ойлады ол. Сөйтіп Сантьяго көшелермен басы ауған жаққа қарай кете барды да, ақыры порттағы терезесі бар кішкентай ләпкенің алдынан бір-ақ шықты. Оның ләпкесінде Африкаға баратын кемелердің бәріне де билеттер сатылатын. Ал Мысырыңыз да Африкада ғой. Сізге не қажет? Деп сұрады кассир. Бәлкім, ертең сізден билет сатып алармын, деп жауап қайтарды да, Сантьяго кейін кетті. Бір марқа сатсаң болғаны. Сен Африкадан бір-ақ шығасың. Осы ой оны күмілжітті. Ал кассир өзінің көмекшісіне. Тағы да бір арманшыл келді. Саяхаттағысы келеді ақ, бірақ тек қалтасында көк тиыны жоқ, деді. Сантьяго касса терезесінің алдында тұрған кезде қойлары есіне түсті де. Кенет оларға оралғысы келіп кетті. Ол тұтас 2 жыл бойына малшы мамандығын игеріп, бұл үрдісте үздік шеберлікке қол жеткізді. Қой қырқуды үйренді. Оның қоздауына көмектесетін болды. Қасқырлардан да қорғай білді. Андалузияның барлық жайылымдарын 5 саусағындай таныды және өзіндегі әр қойдың нақты бағасынан да жаңылмады.
Өзін тосқан отар орныққан мал қораға ең ұзақ жолмен жылжыды. Бұл қалада өзінің қорғаны болатын. Бозбала соның қабырғасына беткей жақпен өрлеп барып, отыра тұрғысы келді. Осы жерден Африкада көрініп тұратын. Әлдекім бір кездегі ықылым заманда Африкадан маврлар жүзіп келіп, барлық Испанияны дерліктей тізе бүктірген деп түсіндіргенді. Сантьяго маврларды жек көретін. Бәлкім мұнда сығандарды да алып келгендер солар шығар. Қабырғадан бүкіл қала шалмен әңгіме дүкен құрған базар алаңымен қоса, алақандағыдай мен мұндалап тұр. Шалдың маған жолыққан мезетін қарғыс атсын, деп ойлады бозбала. Оған бар қажеті, сыған кемпірдің түсін жорып бергені ғана еді ғой. Ол да, шал да оның малшы екендігіне ешқандай мән мағына бермеген тәрізді. Әрине, бұл адамдар жеке бастылар, әрі бәріне сеніп біткендер. Өз қойларына жан-тәнмен берілген қойшы болмайтындығын түсінбейді. Ал Сантьяго болса, әр қойды бастан аяқ ажырататын. Ана саулық қысыр, ал екінші 2 айдан кейін төлдейді. Ал ана біреулер ең жалқаулары. Ол оларды қырқуды да, союды да білетін. Егер ол кетуге бел буса, олар мұнсыз зарығады да, таза жоғалған сыңайлы болады. Жел көтерілді. Ол бұл желді білетін. Тұрғындар оны Левантиялық жел деп атайтын. Өйткені Леванттан, жерорта теңізінің шығыс жағына келетін маврлардың желкендерін кернейтін жел осы еді. Бозбала тарифада болғанынша, африкалық жағалаудың соншалық жақын екендігін қаперіне алмағанды. Сөйтсе, қауіпті көршілік екен. Маврлар тағы да лап қоюы мүмкін. Жел күшейе түсті. Қойлар мен қазынаның арасында жұлынып өлейін бе енді, деп ойлады Сантьяго. Үйренген жағдаятпен өзіне тартып тұрған нәрсенің арасын ашып, таңдай білу керек. Оның үстіне ләпкешінің қызы да бар ғой. Бірақ қойлар маңыздылау, өйткені олар Сантьягоға тәуелді еді. Ал қыз олай емес. Әрі ол, оның есінде қалды дейсің бе? Бозбала мынаған сенімдеді. Егер ол қыздың алдында 2 күннен кейін пайда болмаса, анау мұны байқамайды да. Өйткені оған барлық күндер бірыңғай сияқты әсер береді. Ал өткен күн өзгесіне ұқсас болғанда, адамдар күн шапағын шашып шыққаннан кейінгі әрбір күнде орын алған жақсылықты байқауды тоқтатады. Мен әкемді де, анамды да, туған мекенімнің қасындағы қорғанды да тастадым, деп ойлады ол. Олар бөлек тұрып өмір сүруге үйренген. Мен де үйрендім. Олай болса, қойлар менің жоқ екендігіме үйренетін шығар. Ол тағы да алаңды биіктен шарлап өтті.